بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Biz жалғастыруда ажырмияның жалғасында нені бастадық? Неге келдік? Есімдердің түрлеріне келдік. Жаңағы адамдардың есімдер жаңағы қай жақтан қараса бірнеше бөліктерден тұрады деп айтты. Бірнеше түрлер болады есімдердің. Жаңағы адамдардың есімдері, хайуанаттардың есімдері, жеміс-жидектің есімдері. Бұл бөліктің өзі, бұл бірінші бөлік, яғни біз барлық ұстап, сезіп көретін нәрсеміздің барлығының есімдері. Мысалы, жаңағы жалпы есімдер, жәміт, жаңағы мәкан, яғни орындардың есімдері, мекеннің есімдері. Енді ма ядуллу екіншісі ма ядуллу аля мағна, яғни бір мағнауи есімдер, бір мағынаға сай есімдер. Оғыма ла настатиу, яғни ол не дейді, біз не қыламаймыз, настатиу ан нараха, көре алмаймыз, ва нумсика, ұстай алмаймыз, нумсика бихи, валакин нудрикуху бил ақл, өзіміз ақылымызбен не қыла аламыз, қорыталамыз, ақылымызбен түсіне аламыз. Ол мысалы дейді мына жерде заман, заманун, яғни сағат, жыл деген нәрселерді ұстай алмаймыз ғой, бірақ оны біз ақылымызбен түсінеміз. Шахр, ай, сифа, енді сифадан мысалы сипаттарға байланысты жәмил, әдемі, кәбир, үлкен, хәзин, немене, жаңағы көңілдің болмау, және де мастар, дорбун деген ұрудың өзі. Ұрудың өзі, ұрғанды көре аламыз, бірақ ұру деген іс-қимылды біз көзімізбен көре алмаймыз, көзімізбен көре алмаймыз. Әкүлін, яғни жеу, қотлын, өлтіру деген жерде. Енді мен жихати, енді жаңағы неден ұстай алатын және де ұстай алмайтын нәрселерге айтылды, бұл нәрсе. Енді екінші дейді, мен жихати ададиха, яғни оның санына байланысты қанша түрге бөлінеді. Санына байланысты ал-асма мин хадихил жихати талатат ануа, яғни ануаин. Ол жағынан, яғни есімдер сан жағынан үш түрге бөлінеді. Сан жағынан дегенде енді жаңағы количество дейміз ба. Мысалы, исм муфрад, біріншісі исм муфрад, муфрадун ядуллу аля шейин вахидин, яғни бір нәрсе көрсетеді. Ражулун, бинтун, мысал, рисалатун, мистаратун, жаңағы енді мусна, енді екеулікке, ядуллу аля иснейн, екі тектілікке, яғни екі тек, бір тек дегенді қазақша аударсақ солай болады шығар, иншалла. Ары қарай, мысалы, рожулан, мысал соның, рожулан, бинтан, рисалатан, ары қарай, жама деген көпше түрі, яғни ядуллу аля аксара мин иснейн, екіден жоғарыға көрсететін, екіден көпке көрсететін нәрсе. Rijалун, ол жама, банатун, бұл еркектер, яғни қыз дегенде бұл жерде кәдімгі қыз көрсететін, яғни өзіңнің қызың. Банатун, расаилу, насатиру, яғни бұл көпше түрі. Енді мен жихати таин, енді үшінші түрі бұл жаңағы не жағы таин дейді. Ал-асмау мин хадихил жиха науан, жаңағы определенность и неопределенность, оны қазақшаға қалай аударылатынын анықталған және де анықталмаған ба, анық па, анық емес па, яғни арабшада, орысшада кішкене жеңілдеу оны айту.
Мен қазақ тілінде қалай екенін білмегеннен кейін оны аудара алмай отырмын. Так, накира. Накира дейді. Ла ядуллу аля фардин муайянин. Яғни, белгілі және белгісіз. Есіме түсті, иә. Белгілі және белгісіз деп бөлінеді. Жаңағы не жағынан. Оны қазақ тілінде қалай айтылатынын білмедім енді. Бірақ белгілі және белгісіз. Яғни, накира деп бөлінеді. Белгілі, белгісіз деген нәрсе. Ла ядуллу аля фардин муайянин min afradi jinsi. Яғни, өзінің жынысындағы болған, яғни өзіне ұқсаған заттардың ішінде бір затқа, белгілі бір затқа көрсетпейді. Ары қарай түсіндіретін болсақ, мысалы еркектер көп қой. Еркектер көп. Соның ішінде ол еркектер дейтін болсақ, еркектер деп алатын болсақ, мына жерде еркек дейтін болсақ, ол жалпы меңзеліп тұрған бір еркек жоқ бұл жерде. Жалпы еркек атаулы біреу әйтеуір меңзеліп тұр, мысалы рожулun деп тұр. Китабун, бір кітап, әйтеуір бір кітап. Тифлун, кішкентай бала, әйтеуір бір кішкентай бала. Бабун, әйтеуір бір есік. Бір белгілі бір есік, меңзеліп тұрған есік емес та. Енді екіншісі мa'рифа деген ол белгілі нәрсе. Белгілі нәрсе деген кезде бізде қазақшада кішкене түсінік басқаша болады да. Белгілі нәрсе десе, оны біз еркек десек те ол белгілі нәрсе деп есептейміз да. Ал бұл жерде олай емес, араб тілінде олай емес. Ядуллу аля фардин муайянин, яғни тура алдыңда тұрған, болмаса жаңағы меңзеліп тұрған, бәрі білетін затқа көрсетеді. Мысалы, мису ар-роджулу десе, конкретно бір еркек. Яғни нақты бір ер адамға көрсетеді, Әл-китаб сол сияқты. Болмаса есім, жаңағы біреудің аты, Анас, Анас. Болмаса бабул масджиди. Яғни бұл жерде жаңағы үш түрін сразу бұл кісінің тариқасының бір жақсы жері. Көрдіңіз бе, бірінші алиф-ламмен келтірді. Содан кейін екінші адамның есімін келтірді. Үшінші жаңағы мудоф илейх, яғни бір нәрсеге байлап, белгілі бір нәрсеге байлап көрсетті. Бұл кісінің тариқасы, яғни методологиясы өте күшті. Енді мен жихати нау деген бөлік, жаңағы әйелдегі, ертегі деген сияқты, сол жаңағы род, орысшаға ауыстырғанда пар адамды. Әл-асмау тадуллу аля ахади науайн, яғни осы бір екі тектілікке көрсететін есімдер дейді. Ол жаңағы мудаккар, бірінші еркектегі. Ол рожулун, ол еркек екені анықты. Толибун, студент, муслимун, мұсылман, қамар, ай, еркек дегенде. Оның бәрін жаттау керек. Енді муаннас, екінші муаннас деген ол мына жерде орындап отырмыз біз қазір, оқып отырмыз. Муаннас дегеніміз ол әйел дегенде. Мына жерде келесіде имраатун, талибатун, муслиматун, шамсун, әл-аруду. Бұл кісіде мына жерде тамарбутамен әйел тегі қылатындығын көрсетіп отыр тариқа. Шамс жалпы әйел тегіндегі заттар бар. Сол сөйтіп екі-үш түрін бірден сабақты бастамастан бұрын, яғни алғашқы алатын нәрселерде сол осындай жаңағы түрін көрсетіп кетеді. Әл-аслу фил исми, яғни ән якуна мудаккаран. Бүткіл есімдер, негізгі түсінік, барлық есімдер негізі ер тегінде болады. وَنَعْرِفُ الْمُؤَنَّثَ بِإِحْدَى طَرِيقَتَيْن. Оның әйел тегі екенін біз екі жолмен білеміз дейді. Мына жерде сызып көрсеткенім дұрыс болады. Так, мен жихати нау кетті.
الأصل يا الأصل ما مناجد نيغوتل الأصل في الأسماء إذا أن يكون مذكرا يعني يرتيغ ولده aslında يرتيغ keledi bari. Endi ونعرف مؤنث بإحدى طريقتين. Biz iki türlü jolmen bilemiz. Tariqatul ula yani birinchi tariqa ol ne bi alamati fihi. Onun içindeki bo'lgan belgiler. Ve alamatu ta'nis thalathatun. Yani ta'nistin yani ayel teginin belgileri üç türlü bo'ladi. At-ta'ul marbuta, ya, marbuta, ta marbuta. Mesela şecaratun, bakaratun, risalatun, muallimatun. Yani ta marbuta ayağından o ta marbuta bo'lgan sebepte bunu biz bilemiz. Женский род. Ayel tegi ekanini bilamiz. Endi biz birinchisini talqilab o'tirib, birinchi yo'lni talqilab o'tirib. Endi ikkinchisi val aliful maqsura ziyadat yani zaidat yani bu sözün niyesi alif maqsura ayağında sözün ayağında kelетін alif maqsura men bilamiz. Salma ya Suada бұл ayellerin neleri жаңағы Leyla isimleri de болады және де бұлай сипаттар да болады. Зикра ya bunun барлығы ayel tegінің белгісі. Келесі ayel tegінің белгісі әлі біз бірінші tariqadamыз, яғни бірінші жол білудің, ayel tegін білу, танудың бірінші жолындамыз. Бұл өзінде болған белгілерге қатысты. Ya والألف الممدودة زائدة يعني نمني ألف ممدودة نوع مقصورة ده وطلب نوع ممدودة كي نوع كلت ألف ممدود مقصورة ده نفسها حمراء يا قزل يا صفراء صارة بيضاء أق يا حوراء ne түс не болмаса ыстық болу керек, сондай бірдеңе болу керек. Жалпы сифат. Енді екінші tariqасы bis-sama'i min al-arab. Арабтардан естумен білеміз. Yani bis-sama'i екінші жолы осы. إذا لم يكونوا في الكلمة المؤنثة علامة егер де жаңағы сөзімізде не болмаса, белгі болмаса, فإننا لا نستطيع معرفة تأنيثها إلا بالسماع من العرب. Yani Araplardan ne istemesi? Onsuz Araplar bizge mынау ayel tegi деп айтпаса, яғни сол сөйлемді толық аударатын болсақ, егер де жаңағы жоғарыдағы көрсетілген белгілердің біреуі болмаса, онда бізде мүмкіншілік болмайды. Тек осы арабтардың қайсы ертегі, қайсы ayel tegi екенін айтқанын білмесек. وهذا تجده في المعجم هذا تجده في المعجم أو تعرفه من معلمك. Бұл дейді, бұны енді біз қайдан білеміз? Бұны біз жаңағы мәжму нелерден, сөздіктерден, болмаса мұғалімнің аузынан естиміз. Мислу мына шамс деген күн, күн ayel tegi екен. As-sama'u ayel tegi. Al-ardu ayel tegi. Al-aynu ayel tegi. Al-yadu ayel tegi. Яғни мына осы нәрселерді біз медицинский курста өткен болса, сол медицинский курста айтылады кейбір нелер, кейбір сипаттары. Бірақ ол жерде шамс ayel tegi деп айтылады, оның ешқандай белгісі жоқ. Ал адамның жаңағы қос мүшесі әрқашанда ayel tegінде айтылады. Мына жерде пайда келтірген бa'дул калимати яджузу фихи вajhan. Кейбір сөздер ішінде екі түр еркекте ayel tegi болуы мүмкін. Мудаккар уал муаннас. Мислу дейді. As-sikinu
пышақ. Оны ертегі де әйел тегінде қолданса болады. Ат-тариқ әйел тегі. Ертегінде де ішінде ас-сабил, сабил, ас-суқ, немене, базар. Ал-арнаб, арнаб, жаңағы немене, қоян. وهذا أيضا نعرفه بالسماع من العرب. عربтардан естумен білеміз. ونجده في معاجم сөздіктерінің ішінен. وله معاجم خاصة. және де жеке сондай сөздіктер бар екен. мына жерде الثاني, не ثاني бұл? Енді бұл біз осы тақырыпта алхамдулилля субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля ант астағфирука ва атубу илейк. Бұл сабақта бір тақырыпты қорытып үлгеріппіз, өтіп үлгеріппіз, алхамдулилля.